Жақсы әйел мына 5 нәрсені істемейді. Бірінші, ызыңдап, күйеуінің құлақ етін жемейді. Күйеуіне жекіп, ұрсып, ызыңдай беретін әйелден еркек қашады. Ондай жағдайда тіпті кейбір еркектер шыдай алмай әйеліне қол көтеріп жатады. Сол арада екеуінің ара-қатынастары да суып кетеді. Екінші, шағым жасамайды. Күйеуіне сен сондайсың деп мін тағып күңірене беретін әйелден ер адамның көңілі қалып, саған не істесе де жағу мүмкін емес деп қолын бір-ақ сілтейді. Үшінші, өсек айтпайды. Әйел затының өздері оңаша қалғанда болған жағдайларды бүге-шігесіне дейін тәптіштеп отырып, өсек айтқанда ұнататыны бар. Осы орайда есіңізде сақтайтын бір нәрсе, жарыңызды жамандап ешқашан абырой таппайсыз. Қайта жұртқа күлкі болуыңыз мүмкін. Сондықтан үйде болған жағдайды сыртқа ешқашан шығармаңыз. Төртінші, еріңізге қолдау білдіріп, оны тыңдай біліңіз. Ер адам сізге сырын айтып қолдау күткенде, оның сөзін бөлмей, соңына дейін тыңдау, қолдау өте маңызды. Үнемі онымен ақылдасып бірге шешім қабылдаңыз. Осы орайда қазақтың кесіп пішкен тон келте болмас деген мақалының дәлдігіне қайран қаласыз. Бесінші, күйеуін өзгелерден жоғары қою. Қазірде кейбір әйелдер карьера қуып, бизнес-леди, дүние қуып кетіп жатады. Бірақ әйел үшін ең алдымен отбасы мен балалары, олардың болашағы қашанда бірінші орында тұру керектігін ұмытпаған жөн. Осы орайда кез келген ер адамға жылы жүзді, жайдары, мейірімді, ерінің айтқанын екі етпейтін, оның ақылшысы мен сырласына айнала алатын әйел сүйкімді екенін естен шығармаңыз. Әйел асқақтаса жылайды, еркек асқақтаса құлайды. Жақсы әйел жаман еркекті түзетеді. Ер адамды қадірсіз ететін жағымсыз қасиеттер. Бірінші, уәдесінде тұрмау, берген серін орындамау, берген уәдесінен тайып сөзінде тұрмау ер адамның ең жағымсыз қасиеті. Мұндай жағдай ерді сыйсыз әрі төмен етіп, құрметсіздікке тап қылады. Екінші, рухани жағына бойын таза ұстамау. Адам болатын жігіт алдымен өз нәпсісін билейді. Көрсе қызарлықтан аулақ болады. Ойын рухын таза ұстап, еліне еңбек етуді, айналасына пайдасын тигізуді ойлайды. Үшінші, суық ақыл, өзіне айтылған жауапкершілікті сезіну. Бабаларымыз үшін сөзінде тұру деген нәрсе ең алғашқы орында тұрған қасиет. Олар уәдесінде тұрмаған адамды қатты сынға алып, бұл жағдайды өлімге теңеген. Соңғы кездері бабалар жолынан алшақтап, өз мойнымен істеген істі өзі жауап беруден қашатын еркектер көбеюде. Бұл қоғам үшінде, ата-ана үшінде қасіретті жағдай. Ерлеріміз батыр, әрі уәдесіне берік болсын. Төртінші, досқа адал, өтірік пен өсектен алыс жүру. Дінімізде өтірік айту ауыр күнә. Ал егер бұл қасиет төбемізде көтеріп жүрген ерлеріміздің бойынан кездесіп жатса, тіптен сиқысыз көрінетін жат қылық. Нан тапшылық, еңбекқорлық мақсат қоя білу. Дана халқымыз жаман болатын жігіт шегіншек келер, кедей болатын жігіт еріншек келер деген сөз айтып кеткен. Еңбекқор, ойлы жігіт қашанда уақытын қадірлеп, оны пайдалы іске жұмсайды. Ал уақытын бағаламайтын жігіттің не мақсаты жоқ. Бір күні екінші күнінде өтіп, жастық шағын керексіз нәрсеге сарп етеді. Оның соңы өзі үшін орны толмас өкінішке алып келетінін білу керек. Алтыншы, аз сөзділік, мылжыңдықтан аулақ болыңыз. Ер азаматтың әрбір айтқан сөзі ісімен дәлелденген болуы керек. Көп сөйлеу адамды жексұрын етіп көрсететін жаман қасиет. Көп сөйлеп арық шығудың орнына аз сөйлеп семіз шығуды ойлаңыз. Көп сөйлейтін адамнан адамдар мезі болып, одан алшақтау жүруге тырысатынын да біле жүріңіз. Осы жат қасиеттерден алыс жүретін азаматтар қашанда айналасына сыйлы әрі сүйкімді көрінеді. Олар жеңіске жетсе, азғырғанға көнбейді, өздерін бір қалыпты және лайықты ұстайды. Ал жеңіліс тапса, еңсесін түсірмей әрі қарай алға жылжи береді. Осы елдің болашағы ер жігіттердің қолында. Сондықтан сенім артқан жігіттеріміз жігерлі, арлы, айбынды және білімді болсын.
Біздің елдің жігіттері жігіттердің сырттаны, кешегі өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы. Олар жайлы білгің келсе ортасына кіріп көр, солар жүрген жолдар менен дәтің болса жүріп көр. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған қайран біздің қасиетті қара нардай жігіттер. Әйеліңмен дос бол, үйіңе береке кіреді. Білімдімен дос бол, сасқанда ақыл береді. Ең жақсы әйелдің мынадай қасиеттері бар. Бірінші, Раббысы тыйым салынған нәрседен аулақ жүретін әйел. Екінші, күйеуіне бағынып, оның айтқанымен жүру. Үшінші, көше кезбей үй жайын таза ұстайтын, бала-шағасының тәрбиесімен айналысу. Төртінші, сыр сақтап, құпия сақтайтын әйел, үйдегі сырды сыртқа шашпаған әйел ең жақсысы. Бесінші, даусы нәзік әйел. Даусы бүкіл ауылға жететін әйел жақсының белгісі емес. Алтыншы, өз отбасына қадірлі, өзін салмақты ұстайтын әйел. Жетінші, перзенттері мен жақындарына мейірімді әйел. Оларға үнемі жақсы сөзін арнайтын әйел. Сегізінші, үй жайын мұнтаздай таза ұстайтын әйел. Тоғызыншы, күйеуінің азғантай ғана жақсылығына шүкіршілік ететін әйел. Отбасы болғасын қиындықтар мен түсінбестіктер де орын алуы заңдылық. Сондай кезде әйел адам сабыр етіп төркініне қарай жүгірмесе, уақыт өте бәрі жақсы болады. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.